Ең алдымен Google-ға Kahoot логин деп жазамыз. Кіргеннен кейін мына жерде жасылмен Sign up free деген бар. Осыны басамыз. Мына жерде көк батырманы таңдаймыз. Бұл жерде қызылды таңдаймыз. Teacher. Одан кейін school'ды таңдаймыз. Одан кейін мына жерге өзіміздің почтамызды теріп, continue батырмасын басамыз. Одан кейін бізге почтаға сообщение келеді. Осы жерде verify деген көк батырманы басып, верификациядан өтеміз. Өзіміз пароль ойластырамыз да, осы жерге өзіміздің паролімізді енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін sign up батырмасын басамыз. Мына жерде сақтауға да болады, сақтамауға да болады. Негізіне сақтағандарыңыз дұрыс. Одан кейін бізде осындай бет ашылады. Мына жерде сол жақта, мына жауып тастаймыз. Сол жағында library деп тұр, осыны басамыз. Мына жерде create Kahoot батырмасын басамыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай жасанды интеллект енгізілген, бірақ ол ақылы. Сол себепті біз плюс батырмасын басып, тегін версиясын таңдаймыз. Бұл жерде өзіміз қолмен енгіземіз сұрақтарды. Мысалы, 1 қосу 1 тең сұрақ белгісі қойық. Жауаптары 2, 1, 3, 4 деп жазалайық. Енді дұрыс жауабын осылай птичка қойып белгілеп қоямыз. Одан кейін add question деп келесі сұрақ таңдаймыз. Ол вариант болуы мүмкін, немесе true false, шын өтірік, қалғандардың барлығы ақылы. Екеуі ғана тегін, және мына жерде quiz дегенде суретте қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Жалпы осылай сұрақтарды өздеріңіз енгізіп шығасыздар. Мына жерде бізде preview батырмасы бар. Бұл алдын ала өздеріңіз көріп тексеріп алсаңыздар болады. Егер түсініксіз болып жатса, Google-да орыс тіліне аударып аласыздар. Одан кейін мына жерде сохранить батырмасын басып, сақтайсыздар ойынды. Сделанный батырмасын басамыз. Енді қайтадан біз библиотекаға кіреміз. Міне бізде шықты. Енді осының үстінен бассақ, бізде осындай ойындар шығады. Бірінші тұрған ол бізде робот, яғни робот ойыны, екінші монстр, үшінші бізде акула ойыны, яғни бұл жерде оқушылар балық болады, ал акула сұрақтар болады. Оқушы қате жауап берсе, акула балықты жеп қояды. Мына жерде командаға бөлініп үй құрастырады. Ал мына жерде екі командаға бөлініп жарысады. Ал бұл ойында бриллиант жинау керек оқушылар. Кім көп жинайды, сол бірінші орынды алады. Одан кейін сурет құрастыру. Яғни осындай әртүрлі ойындарды пайдалансаңыздар болады. Балалар бұны тест жаттап отырмын деп емес, ойын ойнап отырмын деп ойлайды. Сол себепті олардың нәтижесі жоғары болады. Қарапайым етіп жарыстырсаңыздар да болады. Командаға бөліп, немесе жеке-жеке жай ғана тест түрінде ойнатсаңыздар да болады. Одан кейін мына жерде бізге пин-код береді өзі. Пин-кодты шыққаннан кейін оқушыларға бересіздер. Оқушылар Kahoot-ға осы пин-кодты жазып кіреді. Одан кейін мына жерде оқушылар жиналғаннан кейін старт батырмасын басып, ойынды бастай бересіздер. Іске сәт!